Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай жеңіл салат түрімен бөліскім келіп отыр. Бұл салат әсіресе іш жүргізетін, яғни іші қататын кісілер болады. Соларға арналған өте керемет салат түрі. Өзім бірнеше жылдан бері жасап істеп жеймін. Сонда да оңай болса да, қарапайым болса да, осы YouTube арнама салып қоямын деп шештім. Енді алмамызды осылай майдалап көбіктеп тұрғаннан кейін қайнатылып пісірілген, яғни қызылшаны екеуін алдым. Демек, екі қызылша көбірек қылдым, себебі қызылша басты рөлде осы ішкі құрылыстардың, ішек қызметтерін жақсартуға. Сол себепте екі үлкен қызылшаны піскенше қайнатып алдым. Піскеннен кейін суытып, дәл осылай қабығын ашып, бұл қызылшаны да дәл алма секілді өте майда етіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ірілеу қыласыздар ма, кубиктап турап шығамыз. Ендеше қызылшамызды турап бастайық. Енді қызылшамызды турап болғаннан кейін мен осындай 4-5 жаңғақтың дәнегін қостым, яғни дәнегін дайындап алып осылай майдалап турадым. Мен кейбіреулер кез келген нәрсе қоса береді, банан қосады, мейіз қосады. Бірақ банан мен мейіз маған қосқанға онша ұнатпаймын, себебі тез қарайып кетеді. Сол себептен тек қана алмағын ғана қосамын, кейде банкідегі жүгеріні қосамын. Өте керемет болады. Міндетті түрде жаңғақты тастамаймын, жаңғақты міндетті түрде қосамын. Жаңғақтың да білесіздер, құрамында йод өте көп. Сол себепті жаңғақты міндетті түрде қосамын. Енді турап болған қызылша мен алмамыздың үстіне осылай жаңғағымызды салып, үстіне мен майонез қосамын. Бұл жерде майонезде көзіншемен, менің жағдайымда үлкен ас қасықпен 3-4 қасық бұл жерде. Енді жақсылап араластырамыз. Бір айта кететін жағдай, кейбір қызылшалар тәтті болып шығады, кейде тәтті болмай шығады. Егер қызылша тәтті болмай шыққан жағдайда мен аздап шекер қосып жіберемін, дәміне қарай. Бұл себебі тәтті салат түріне жатады. Ал кейде қызылша өте тәтті болып шыққан кезде мен еш нәрсе қоспаймын, өзінің тәттілігі жетіп жатады. Бұл жерде менде қызылшаның тәтті болып шықты. Сол себепті шекер қоспадым. Негізі дәміне қарай өздеріңіз шекер қоссаңыздар болады. Енді мынандай керемет салат түрі пайда болды. Енді дәмі өте ұнайды маған. Өте оңай, қарапайым. Әсіресе мына ораза кезде, бірден ауыз ашқан кезде ауыр тамақты жемей, осындай жеңіл салат түрлерінен бастап жесеңіздер өте асқазанға да жеңілдеу болады. Ал енді астарыңыз дәмді болсын, дайындап көріңіздер.